депутат болып отырудың керегі жоқ. Бұл енді тікелей басқарма басшысы немесе шенділерді сынаудан туатын бір мәселе деп ойлап отырмын. Сәкен Майғазиев бірдеме әртістің бәрі толып кетті. Мәслихат депутаттары сонда бұған қалайша қол көтеріп келісім бере салды? Осыдан кейін мен депутаттыққа түскім келмей қалған себебі де сол. Түптеп келген кезде кейбір округтерде өзінің депутатын танымайтын әлеумет бар. Аманат партиясы ондай, бұндай деп ұрлықшы партия, бірдеме партия деген кезде менің намысыма келеді. Мәслихатта мәселе көтере ме? Белсенділігі қандай жалпы? Ан жақтан оқуды бітіре салсымен келіп министр қоюға болмайды. 4 баланы асырау үшін осы 70 мың теңге жете ме, қалай ойлайсыз? Ол кісілер 1,5 миллиард ақша сұрап келген. Қазіргі қала басшысына деген пікіріңіз тура, бағаңыз оң, солай ма? Менің арым таза. Мен арымның алдында да ешкімнің алдында ұялмаймын. Қайырлы құрметті көрермен, біздің сұхбат айдарды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінде біз мынау 7-ші шақырылымда Шымкент қаласы мәслихатының депутаты болған апайымызға келіп отырмыз. Ол оңтүстік өңірге есімі жақсы таныс, белсенді депутаттарды көріп болған Шымкент қаласы мәслихатының 7-ші шақырылымдағы депутаты Рәшкүл Оспанәлиева. Рәшкүл әпке, сұхбатқа келісім бергені үшін алғысымды білдіремін. Әрине жұмыс қауырт дегенмен де мынау журналистердің сұрағының артында тұрған әлеуметтің көтеріп жүрген сауалдарына жауап берем деген ниетіңізді құрметтейміз. Дайынсыз ба сұхбатқа? Дайынмын. Ендеше тікелей сұхбаттан бастасақ, бірінші мынау бізде қазіргі уақыттағы әлеуметтегі қоғамдағы ең өзекті мәселенің бірі бұл мәслихат және мәжіліс сайлауы депутаттарына. Наурыз айында өтеді деп жоспарланып отыр, және осыған қатысты бізде қоғамда алып-қашпа әңгіме өте көп. Соның бірі жуырда мынау естіп жатырмыз, бұл 60 жастан асқан азаматтар мәслихат немесе мәжіліс сайлауына түспеуі керек деп жатады. Оның ішінде мәслихат депутаттарына түспеуі керек деген бір талап бар деген сияқты сыбыс бар. Бұл қаншалықты рас? Жалпы мынау қарап отыратын болсақ, бұған дейінгі шақырылымдарда мәселе көтеріп, әлеуметтің мынау базын айтып жүрген азаматтардың дені мынау тәжірибелі, көпті көрген мәслихат депутаттары еді. Жалпы бұндай бір шектеулердің болуы мәслихаттың қоғамдағы абыройын беделін түсіріп жібермей ме? Сіздің пікіріңіз қандай? Саламатсыздар ма, мына құрметті азаматтар? Мен енді ондай бір шектеу бар деген нәрсені өз басым естімеппін. Бірақ мен енді бір өткен жолы Аманат партиясының как раз бір отырысында, жиналысында айтқан едім өзім. Мен енді өзім келесі сайлауға қатыспаймын. Пенсияға шықтым, жастарға өзімізден кейінгі өсіп келе жатқан жастарға орнымызды берейік деп айтқан сөзім бар да мен. Бірақ шектеу ол болмайды әлі ондай ешқандай бір официально шектеу деген нәрсе жоқ. Неге десеңіздер, мына қоғам өзгеріп жатыр, жаңағы президенттің де 30% жастарға квота беріп жатқанның өзі де біз бұрын үлкен кісілерді сыйлап, осы 30 жыл бойы сол кісілерге сөз беріп, барлық марапаттың барлығында бәрін сол кісілерге беріп келдік. Бірақ біз шын жүрегімізбен сендік қой енді осы қоғам жақсарады деп. Одан қоғамымыз кейінгі кезден 1 жылдың көлемінде кешегі қаңтардың кезінен бастап неше түрлі әлеуметтік желі арқылы біліп жатырмыз. Яғни бұл дұрыс емес екендігіне. Яғни 21 ғасыр қазір қоғам өзгеріп жатыр. Күннен күнге күнде әртүрлі сала жаңарып жатыр, жастардың көзқарасы басқа дегендей. Сондықтан да мен сөйтіп өз басым сөйтіп топшыладым да. Бірақ әлде болса сол енді жастар бірден жас лек келе салып, олар әлі өмірді оң соңын танымаған азаматтарға да бірден 1,5 осы 60-тан асқан кісілер, именно ол кісілер жанашыр, халыққа жанашыр кісілер болатын болса, сол кісілерден тәлім тәрбие алып үйренгендері дұрыс деп есептеймін да. Бірақ жаңағы 70-ге дейін, бірдемеге дейін әйтеуір депутат болып отыруым керек деп отырып алатын азаматтарды айтып жатқан жоқпын мен. Сондықтан да бұл жердің екі жағы бар. Қазір мысалға жас 32 жасар жаңағы министр келіп жатыр. Қазіргі министрлерді қарасаңыз, барлығы шетелде оқып келген, жаңағы Гарвард оқыған, басқан оқыған, ағылшын тілін біледі, француз тілін біледі, қазақ тілін біледі, орыс тілін біледі. Бірақ ол ауыл шаруашылығын білмейді. Ол жаңағы кәсіпорында жұмыс істемеген. Ол бірден ан жақтан оқуды бітіре салсымен келіп министр қоюға болмайды. Негізі бұл дұрыс нәрсе емес. Бұл үрдісімізде қазір
келіп бір тығырыққа тіреуі мүмкін. Ол сол мекемеде сол жерде 1 жыл, 2 жыл керек па ауылдық әкімшіліктерге мынандай осы ауылдық или болмаса елді мекендегі облыстық әкімшіліктерге ауыл шаруашылығына баратын министр осы жерлерде жұмыс істеп әрбір сатыдан өту керек деп есептеймін да мен өзім баяғыда. Бұрын мысалы совет өкіметі кезінде жаман тұрған жоқпыз негізі да, сол кездерде де сатылап өсетін коммунистік партияның кезінде де. Қазір де сөйтіп сатылап өссе деймін да. Бірақ тілді біледі екен деп оны әкеліп министр қылып или болмаса өйтуге болмайды. Одан кейін мәслихатта әртүрлі сала өкілдері болу керек. Мысалға, мен кәсіпкер болатын болсам, басқа біреу мұғалімнің проблемасын айтатын адам болу керек. Болмаса жаңағы экологиядан да біреу болу керек деген сияқты. Әртүрлі біздің саламызда әртүрлі проблемалар жеткілікті ғой. Соны айта алатын азаматтар болу керек. Ең бірінші мәселе мен депутаттарға қоятын. Мына жерде сенің өзіңнің жаңағы жұмысың мысалға мүмкін әкімшіліктен тендермен байланысты шығар. Бірақ мына жерде депутаттық мінбеге келіп, халықтың жаңа мәселесін өзіңнің мәселеңнен жоғары қоймайтын болсаң, онда депутат болып отырудың керегі жоқ жерде. Ондай ол үйтіп депутат болып отырып, мен өзімнің проблемамды, мәселемді шешіп алайын дейтін болсаң, одан гөрі ол депутат болып отырудың керегі жоқ. Мен мысалға 5 созып па қанша созып депутат болдым ғой. Мен әрқашан осы проблемаларды айтып келе жатқаннан қанша менің бизнесіме де кедергі келді, басқаға да ол кедергіні келтіріп, жан-жақтан жаңағы саған сөйтіп аяғыңнан шалушылар көп болады. Бірақ мен одан наоборот шыңдалдым. Ары қарай мен одан бір кейін кеткен нәрсем жоқ. Мен әрбір келген қиындықтан мен шыңдалып, мен содан наоборот опыт алып, ары қарай сөйттім. Сондықтан да мен айтам, мен қазір мына пенсияға келдім, жастарға орын берейін дегенде, өзімнің ішкі түйсігімен, өзімнің арымның алдында, менің депутаттық істеген кезеңімді бүйтіп қарап, өзім анализировать ететін болсам, менің арым таза. Мен арымның алдында да, ешкімнің алдында ұялмаймын. Бүгінгі күні мен мысалға депутат болғаныма, мен бірінші халықтың мәселесін өзімнен жоғары қойдым. Өзіме жаңағы аяқ шалғандардың барлығын соттасып, басқа қылып, бәрібір мен дәлелдедім. Сондықтан да мен айталам, әрбір депутатқа соны айтам. Енді жаңағы жасы келген азаматтар, ол кісілерде мәселе көтеру керек, көтермей ән жерде отырып өйтетін болса, наоборот, жастарға өзінен кейінгі үлгі бола білетін азаматтар болатын болса, мен қолдаймын бірдей етілі. Келесі сұраққа ойыссақ, мына өзіңіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, белгілі бір кедергілер пайда болатын деп жұмысымда. Бұл енді тікелей басқарма басшысы немесе шенділерді сынаудан туатын бір мәселе деп ойлап отырмын. Өзіңізге белгілі, былтыр мемлекет басшысы мынау мәслихаттың құзыретін кеңейту керек деп айтты. Енді мынау қыркүйек айында айтылғанмен арада бірнеше ай өтті. Жалпы мына мәслихаттың қызметінде депутаттардың ойын ашық айту мәселесі шешіліп келе ме, немесе қандай да бір кедергілер әлі де бар ма? Енді оны депутаттар, мен енді осы мына кейінгі созық депутат болдым ғой, енді 2 жылдың көлемінде депутат болдым. Депутаттар енді өздерінің сайланған учаскелерінен жаңа халықтың айтқан нәрселерін айтатындары болады. Бірақ олар қарай шешіліп, шешімін тауып жатқандары азау деп ойлаймын да. Одан кейін мына менің қарнымның ашқаны шынымды айтайыншы, мына списокпен сайланған депутаттар болды. 9 адам ба, 10 адам ба білмеймін. Көпшілігі үндемей, даже келіп, үндемей отырып, үндемей кететін депутаттар да болды. Мысалы, былай қарасаң. Соған не үшін депутат болды екен, ол кісілер деп мен өз басым қайраңмын да. Ал екіншіден, мына партия арқылы түскен депутаттарға, сәл, мысалға, біздің Аманат партиясы. Мен комиссияда айтамын мәселені, фракция жаңағы бірлескен отырыста айтамын, бірақ бірлескен отырыс барлығы біткеннен кейін Аманат партиясының фракция жаңағы жетекшісі бар, Бегайдар. Сол біздің Аманат партиясының ішінде
яғни фракцияда қолыңызды көтеріп мақұл дегеннен кейін ары қарай уже сессияда ол мәселені, ол проблеманы айтуға болмайды деген бір жазылмаған қағида бар. Жаңағы біз айтуын барлығын айтамыз, комиссияның барлығында айтамыз, жаңа управлениелер, басқарма басшыларының барлығына. Бірақ ол телеканал арқылы көрсетілмейді, журналистер жоқ. Содан кейін халықтың барлығы ойлайды, Аманат партиясы ойбай, ондай, Аманат партиясы мұндай деп. Былайша қарасаңыз, мен 21 жыл болыпты, осы бірінші Отан болды, одан Нұр Отан болды, одан Аманат болды. Осы 21 жылдың ішінде мен тек халыққа көмектесіп келе жатқан адаммын да. Бірақ Аманат партиясы ондай, бұндай деп, ұрлықшы партия, бірдеме партия деген кезде менің намысыма келеді. Сонда біздің істеген еңбегіміз қайда қалды деп. Мысалға қазіргі күні бірнеше партия, мысалы Ақжол партиясы болды, Аманат партиясы болды, тағы үшінші партия қандай, Ауыл партиясы болды. Тек қана Аманат партиясында қоғамдық қабылдау бар. Халықтың барлығы проблемасы шешілмесе, жаңа алдын ала хабарландыру бойынша келеді сізге. Менің мынандай мәселем шешілмей жатыр, менің мынандай мәселем, болмаса қаржыдан тары. Тек Аманат партиясына келіп, сол жерден көмек алып жатыр, шынды керек қой. Бірақ бұны халық жаңағындай деп общий жазған кезде көмек алдым ғой мен деп бір рахмет, біздер сол жерден барып көмек аламыз, басқа еш жер жоқ қой деп айтатын бір азаматтың табылмайтынына мен өз басым болсам, былай қарасам, қарным ашады да. Екінші, мысалға жаңа қазір айтып жатыр Нұр Отан партиясы. Біз енді осы бір жылдың көлемінде ғана біліп жатырмыз. Нұр Отан партиясына мемлекеттен, республикадан бәленше миллиард қаржы бөлінеді екен дейді. Мен білмеймін, мысалға. Біздер мына Еңбекші ауданының Аманат партиясының отырған ғимаратын мен өзім бір жыл соның арендасын төлеп бердім. Егер сондай қаржылар бөлінетін болса, біз еще барлығымыз бүкіл коллективімізбенен соларға членский взнос төлейміз. Сонда қайда кетеді ол ақша, если миллиардтап мемлекеттен бөлінетін болса? Аманат партиясына ешқандай да ақша бөлінбейді. Мен өз бөлім, мысалы Шымкент қаласында біз бюджетте отырмыз ғой, ешқандай ақша бөлінбейді. Біз даже мына үлкен Аманат партиясының ғимаратының өзін осы уақытқа дейін сыртын істеді, мысалы бизнесмендердің көмегімен істеді. Осы мына Айтенов келіп, мен асфальтын алдындағы салып бердім, сыртын жаңағы отау істеді, тағы бір мекеме істеді. Одан кейін әрқайсымыз ақша жинап, оның ішінің ремонтына істедік. Мысалға сондай. Бұл қайдан ол ақшалар егер бөлінген болса, бұл қайда кетіп жатырғанын мен өз басым түсінбеймін. Бірақ біздің Шымкент қаласынан ешқандай бюджеттен ақша Аманат партиясына бөлінген емес. Осы нәрсені қаяқтан шығарғанын жаңағы ютубта жүр ғой. Сондықтан да мен оны түсінбеймін. Негізі партия болғаннан кейін Ақжол болсын, Аманат болсын, басқа партиялар барлығы ол жаңағы членский взнос дейміз ғой. Сол членский взностан олар айлықтарын алады. Соңғы уақытта қоғамда бір үлкен дау туғызған мәселе болған тақырыптың бірі мынау Наурыз мейрамына бөлінген қаражат. Өзіңізге өте жақсы белгілі деп ойлаймын. Бұл біраз уақыттан бері көтеріліп келе жатыр. Жуырда соттың шешімі шықты. Бухгалтерлер сотталды, түрмеге тоғытылды. Енді ол соттың шешіміне қатысты біздің шаруамыз жоқ. Енді ол әркімнің өзінің түсінігі санасына байланысты қабылдап жатыр ғой. Менің білгім келіп отырғанда дәл осы басқарма мәслихат депутаттарының алдынан осыншама миллион қаржыны, миллиондаған қаржыны қалай қорғап кетті? Мәслихат депутаттары сонда бұған қалайша қол көтеріп келісім бере салды? Бұл сонда соңғы шақырылымдағы мәслихат депутаттарының дәл сол бюджетті түсінетін деңгейде біліктілігі жетпеді немесе төмендегенін білдірмей ме? Қалай ойлайсыз? Міне өте жақсы сұрақ. Бізге бюджетке әкелген кезде ол кісілер 1,5 миллиард ақша сұрап келген. Заявкалары ол кезде 1,5 миллиард болды. Содан кейін біз бәріміз шалқамыздан түстік, 1,5 миллиард деген неден сұмдық деп 560 миллион или 520 миллионға түсіріп, оны біз Наурызға мынаншама бөлесін, одан кейін барып жаңағы балаларды қорғау күні бар, жаңағы тағы анау день города, қала күні бар, тағы республиканың жаңағы конституция күні бар деп жаңа жылға дейін
бәрін бергенбіз. Сол 560 миллионның ішінде жаңа жылға дейінгі бюджеттің барлығын талқылап бөліп бергенбіз біз. Содан кейін барып бюджетный комиссияның жаңағы сессияда кім Альбина Елшиева шығып еще айтты, мынаншама қаржы сұраған еді, біз мынаны 560 миллионға түсірдік, осындай деп сессияда айтып еді. Білесіз ғой, Мұрат жаңа Дүйсенбекұлы біраз ашуланып сөйтіп кетті. Біз 1,5 миллиардтан 560 миллионға түсіргенімізге, бірақ біздің қолымыздағы құжатта 560 миллион жаңа жылға дейінгі бүткіл мероприятияның барлығы соның ішінде болған. Ол қалай келіп кейін мына осы YouTube арқылы естиміз, жаңағы сол кездерде Мұрат Дүйсенбекұлы бүйтіп айтты, біз мына Шымкент қаласының мәдениетін көтеруіміз керек Алматыға, Астанаға деп, Сәкен Майғазиев бірдеме әртістің бәрі толып кетті. Содан кейін мына әлеуметтік желіден қараймыз, Музарттың бірдеме 60 миллион теңгеден бірдеме миллион теңге Музартқа бөлініп кетті. Ондай біздің алдымызға ондай нәрсе мүлдем келмеген. Яғни біз 560 миллион теңгені жылдың аяғына дейін бөліп берген теңгені ол кісілер алып 3 күнде барлығын 560 миллионды Наурызға жарап тастаған. Бұған, яғни жаңағы культураның бастығын, сол жердегі кім соған бөліп берген азаматтарды ары қарай тексерілу керек еді, тексерілген жоқ. Ана бір 2 бухгалтер әйел сотталды да қойды. Біз ары қарай білмейміз. Біз сұраған кезде ана жақта сотқа өтіп кеткен, әлі тексеріліп жатыр. Бізде сондай ғой, Қазақстанда еш нәрсе ашық айтылмайды, ары қарай жаңағы соттың несіне, жаңағы қылмыстық жауапкершілікке байланысты барлығы жасырын. Бірақ бізге берілгенде ондай нәрсе болмаған. Ол 560 миллионды тек қана Наурызға бөлінген жоқ. Біздің алдымызға келгенде. Ары қарай қандай болғанын білмеймін. Енді мынау бізде өзіңізге белгілі, соңғы мынау шақырылымда мәслихат депутаттары партиялық тізім арқылы сайланды. Бұрын әрбір депутаттың өзінің сайлауалды бағдарламасы болатын, және сол сайлауалды бағдарламасының қаншалықты орындалғаны туралы халыққа есеп беретін. Ал қазір енді партияның бағдарламасын халыққа насихаттайды, түсіндіреді, соның орындалуына жауапты болады, былайша айтқан кезде. Бірақ енді қарап отыратын болсақ, соңғы уақытта мынау біз депутаттарды ойбай блогер болып кетті деп жатамыз, белсенді болып кетті деп жатамыз, бірақ түптеп келген кезде кейбір округтерде өзінің депутатын танымайтын әлеумет бар. Бұны жасыра алмаймыз, бар ондай мәселе. Енді кей кездерде біз мынау партияға бүйтіп сын айтып жататын болсақ, олар айтады, бұл азаматтардың, бұл депутаттардың партияға сіңірген еңбегі орасан дейді. Сонда бізде халық қалаулысы деген құрметті атау партия қалаулысы болып өзгеріп кетті ма деген бір сұрақ пайда болады. Осы кезде мен сізден тәжірибелі депутат ретінде сізден сұрағым келіп отыр. Сіз бұрында өзіңіздің сайлауалды бағдарламаңыз бойынша жұмыс істедіңіз ғой. Қазіргі жүйеменен бұрынғы жүйенің айырмашылығы қандай? Қазіргі жүйе өзінің нәтижесін беріп жатыр ма? Міне, мен осы бойынша, мен сол Аманат партиясы, ол кезде Нұр Отан партиясы еді. Жаңа Байбек еді. Сол кезде мен біраз сол кісілерменен біраз сөзге келісіп қалғаным бар. Сол кезде мына жаңағы әлеуметтік желіге, мына статистика деп, әр депутаттың рейтинг деп сол кезде Бауыржан Байбектің кезінде шығарған. Мына жерге кім көп жаңағы суретін шығарса, басқасын шығарса, сол арқылы рейтингі бағаланады деп. Біз сияқтылар ол азаннан кешке дейін бұндай Фейсбукте, Инстаграмда мысалы мен отырмағам. Солар соны жаңағы жоғарыдан, республикадан осындай әрқайсымызға Фейсбукке шығу керек, Инстаграмға шығу керек дегеннен кейін барып мен сөйтіп аштым. Шыны керек қой. Оған дейін менде Фейсбук, Инстаграм деген болмаған. Бұның бір жағы енді бізді цифровизацияға үйретті, бірақ бұны бір сессияның жаңағы осындай мәселе қаралды деп бүкіл 30 депутат бірден кейін бір шығармасаң, ана жерде сенің рейтингің соменен есептелетін болып қалды ғой. Ол осы мына сол кездегі Нұр Отан партиясының жоғарыдан берген тапсырмасы. Мен мысалға қандай депутат болсам да мен Нұр Отаннан түстім ба, сол кезде мен сол Нұр Отанның нәрсесін орындауым керек болып тұрған. Міне осыдан барып барлық жүйе, былай қарасаңыз, дұрыс емес нәрсеге айналды да. Мен оны өзім шығармаймын, бір қызды жалдап қойғам, қызым сабай шығар деп, соғызға шығардық қойғам. Осындай болып кетті де. Бір жағынан қарасаңыз, бұл өте дұрыс нәрсе емес қой. Мысалға мен бұрын облыста жүрген кезде
қаланың да 4 депутатымның округі менің 1 округім еді. Қаланың мысалы Бекназаров қазір сенатор болып кетті. Нұркөз деген депутат, Егізбаев, одан кейін 4-ші Қыван деген. 4-еуімен мен жалғыз өзім сол бүкіл қаланың участоктың бәрін аралап, әрбір азамат мені танитын. Мен сөйтіп жұмыс істейтін едім. Одан кейін барып, қазір мына жерде біз өзіміздің бағдарламамыз болған жоқ, басқамыз болған жоқ. Праймериздің барлығы осы Нұр Отан арқылы өттік. Одан кейін барып Нұр Отанның алдымызға берген бағдарламасы менен, соменен оралап сөйтіп жүрдік. Менің өзіме осыдан кейін мен депутаттыққа түскім келмей қалғанның себебі де сол. Қоғамда жиі айтып жатамыз, партия көбейсе бәсеке көбейеді дейміз. Бәсеке болатын болса, мынау әлеуметтің күні билікке жететін болады деп жатамыз. Енді мынау Шымкент қаласында қарап отырсақ, соңғы шақырылымда 3 партияның өкілдері болды. Ол Аманат болды, Ауылы болды және Ақжол партиясы болды. Аманат партиясы қоғамдық қабылдауыменен белгілі, біз бірқатар депутаттарды танимыз. Ауыл партиясынан да Қанатбек Досайлы ағамыз бастаған бірқатар депутаттар барып халықпен жүздесіп жататынын көрдік, куә болдық. Алайда мынау Ақжол партиясының өкілдері кім екенін кейде білмей жатамыз, таппай жатамыз. Сұхбаттасуға барайын десек, кім екенінен де хабарым жоқ. Бұл партияның өкілдері мәслихатта мәселе көтере ме? Белсенділігі қандай жалпы? Ауыл партиясы енді Қанатбекті бұрыннан танимын, бірақ ол кісілер бір керемет мәселе көтеріп, сондай бір мүмкін біздің қалада ауыл шаруашылығы аз ғой енді, жоқтың қасы. Содан кейін шығар енді ол кісілердің бір керемет мәселе көтеріп, бір сондай қылған мен былай айтсам есімде де жоқ, естімегем. Бірақ Ақжол партиясынан жаңағы кім Назипа деген қыз бар ғой, журналист қыз Назипа, сол мәселе көтерді. Осы былтырғы жыл ма деймін, газды мына Абай ауданына газ береміз деп ноябрь айында береміз деді әкімшілік. Одан кейін ноябрь айында болмадық, жаңа жылда береміз деді. Жаңа жылда болмады. Сол кезде Назипа мәселе көтерді. Халықты пешінің бәрін алып тастаған, көмір алмаған, сіздердің газдарыңызға сеніп отыр ғой деп біраз мәселе көтерді ол қыз. Соменен ақырында кейін январьский жаңа қаңтардан кейін барып халыққа февральда ма мартта ма газ берді. Оға дейін халық бүрсеңдеп жаурап отырды. Сол кезде осы Назипа деген қыз мәселе көтерді. Одан кейін міне осы жақында тағы да бір мәселе көтерді. Енді мемлекеттің тарапынан жер берілмейді ғой мысалға. Жерді баяғыдан сұрасақ, инфрақұрылымы дайындалу керек, үйту керек. 96 жылдан бері келе жатқан мәселе осындай. Инфрақұрылым қазір үлкен жаңағы көп қабатты пәтерлерді салғаннан кейін инфрақұрылымы жоқ, қанша ай күтеді. Сол сияқты бұл жерде частный секторға берілгеннен кейін барлығы берілгенде әркім қаяқтан сатып алады мен түсінбеймін. Бірақ қала уже үш есе бәленшесі көбейіп кетті. Мен таң қалатын ол кісілер қаяқтан сатып алады деп бір-екеуінен үйдегі охранниктен неден сұрасам айтады. Шарабарадан аламыз дейді. Содан хабарландыруды оқып сөйтіп сатып алғанбыз дейді. Бірақ сол кісілер келеді, біреудің егін шаруашылығының жеріне келеді, ешкімнен сұрамай үйді салып алады. Сөйтеді келіп, одан кейін халыққа әкімшіліктің алдына келіп ойбайлайды да тұрады. Мен жерімді заңдастырып бер, мен газ кіргізуім керек, маған жол керек, басқа керек деп та. Әкімшілікке оның алдында барса, ойбай барлығы ешкім тыңдамайтын болу керек. Әкімшіліктің өзі жерді таратып бермегеннен кейін біреудің жерін заңдастырмайды. Сондай болып келді. Соны кім жаңағы Назипа көтерді. Енді 5000 халық деді, үйлері бар, үйін заңдастыра алмай отыр. Бұны заңдастырып беру керек қой деп. Сөйтіп, осындай мәселені көтерді өткен жолы. Енді әрине, жаңағы оны енді қазіргі заман халықтың барлығы қиналып сөйтіп жатқан кезде оны да заңға қарау керек, бірақ халық әкімшілік болсын, любой Қазақстанның президентінен бастап, депутатынан бастап барлығы халық үшін ғой. Халық болмаса ол кісілер ешкімге керегі жоқ. Сондықтан да ондай нәрсені сол заңдастырып беру керек деп, уже мәслихаттың шешіммен болсын, басқасымен болсын шешіп заңдастыру жағдайын ойлап жатыр. Одан кейін мына осы соңғы сессиялардың бірінде біраз мәселе көтердік. Жаңағы жол салат біреулер сөйтеді,
келесі жылы ол шұрық тесік болады, оны жамап жамайды, арғы жылы тағы да жамайды. Үшінші жылы, 3 жылдан кейін ол жолдың гарантиясы бітеді, 4-ші жылы алады да тағы басқа тендерге қояды дегендей. Сол үшін ондай нәрсені, яғни жолы дұрыс болмаса, ол мекемені қайтадан істету керек. Істемейтін болса, қанша уақытқа дейін ямасын жамайды, сонша уақытқа дейін гарантиясы ұзарылсын, осы мәслихаттың шешімімен деп. Біздер енді осындай нәрселерді, өзіміздің құзырымыздағы нәрселерді заңға, өзіміздің мәслихаттың заңына өзгерістер енгізіп осындай нәрселерді. Оның ішінде жол дұрыс болмады ма, яғни технический надзор дейміз ғой, қол қоятын, сол технический надзордың да мәселесін қарау керек. Одан кейін барып сметаны істеген авторский надзор дейміз, яғни проектировщиктің мәселесін қарау керек деген нәрселерді біз қойдық. Енді олар қарай келесі мәслихаттардың құзырында шығар, енді оның бәрін кіргіздік бірақ болса. Жақсы. Енді мынау әпке өзіңіз білесіз, қазіргі уақытта қоғамдағы ең өзекті мәселенің бірі бұл қымбатшылық. Жасыратын жоқ, қоғамның екі бүйірінен қысып бара жатыр. Әлеуметтің әлеуетіне тікелей әсер етіп жатыр. Енді осы орайда мына биылғы жылы ең төменгі жалақы 70 000 теңге болып белгіленді. Бірақ енді қарап отырсақ, мына Шымкент қаласында көп балалы отбасылар өте көп. Сәйкесінше отбасында бір ғана адам жұмыс істейтін отбасылардың саны қаншама. Бір ғана отбасыға, көп балалы отбасын немесе 3-4 баланы асырау үшін осы 70 000 теңге жете ме, қалай ойлайсыз? Әрине 70 000 теңге жетпейді. Енді мен ойлаймын да, бұл 70 000 теңге деген мына республикадан әлеуметтік қамқорлықпенен айналысатын, яғни министрлік Тамара Касымованың несі ғой, ол кісілер төменгі бұрын 60 000 еді, төменгі жалақы 70 000. Егер содан төмен әр балаға үйдің баласына, әкесіне, шешесіне бөлгенде осы суммадан аз болатын болса, яғни әлеуметтік көмек мемлекет тарапынан беріледі деп. Қазір мен ойлаймын, орысшасы да 70 000 теңге алмайды ғой, айналайын. Или сондай мекемелер бар ма екен? Мысалға, үйде 4 бала бар, әкесі жұмыс істейді. Әкесі 300 000 теңге или 250 000 теңге қолына айлық алады. Әйелі, күйеуі 4 бала, 6 адамға 250 000 шаққан кезде, яғни сол 70 000-нан төмен болатын болса, яғни бұл АСП дегеннің барлығын осы балаларға төлеуге болады деген сөз. Сол үшін бұл 70 000 теңге деп не қылған. Бірақ қазір уборщицаның өзі 70 000 теңге алмайды ғой. Или бар ма сондай мекеме, мен өз басым білмейді екем. Былай қарасаңыз да, одан кейін біз қоғамды бір жағынан қарасаңыз, әлеуметтік осындай АСП дейміз, басқа дейміз, қоғамды өзімізде жаман үйретіп алып жатырмыз. Ешкім қазір жұмыс істегісі келмейді. Мына жерге техничка болып, жастау адам алайын десең, техничка болып келгісі келмейді ешкім. Или столовыйда істегісі келмейді ешкім. Қазіргі жастардың барлығы таза блогер, бірдеме болғысы келіп, сөйткісі келеді. Ер азаматтарымыздың барлығы жаңағындай. Енді біздікі, мысалы, шаң боласың, тозаң боласың, ондай қылғысы келмейді көбісі. Әйтпесе бізде ең средний зарплата 250 000 теңге. Ол қолына алатыны. Оның үстінде пенсионы бар, страховкасы бар, налоги барлығынан бөлек қолына алатыны, мысалға, шоферлардың 250 000 теңге. Соған жақсы шопыр таба алмаймыз. Олардың барлығы обязательно жерден 5-10 литр солярка ұрласам, тағы бір деме қылсам, біздің сондай да, 250 000 теңгені үйіне әйеліне апарып беріп, ол 4 баласы, 3 баласына, бала шағасына жеткізу енді қазіргі заманда болады. Қазіргі заманда біз айта береміз да, қымбат деп, бірақ 250 000 теңге, 300 000 теңгенің өзі жетпейді қазір, егер шындығына келген кезде. Бірақ әрине, қазір мына мемлекеттің тарапынан отбасы банк арқылы көп балалы аналарға, басқаларға арендасында тұратындардың жарты бағасын арендасын төлеп беріп жатыр. Көп деген бағдарламалар бар, көмектесетін мемлекеттің тарапынан бағдарламалар. Бірақ осыны қадағалап, осындай нәрсеге документ тапсырып, осыны сөйтетін көп азаматтарымыздың сауатты, құқықты
құқықтық сауаттықтары жетпейді да. Мен енді ондайдың барлығын депутат ретінде жаңа өзімнің алдыма келген азаматтарды қабылдап отырған кезде сонымен ана управлениеге звондап, мына управлениеге звондап, мынаның мынаншамасы бар, не істеу керек ары қарай, қандай көмектерің бар деп сөйтіп отырамыз ғой. Қазір енді сол кезде мысалға біздер әлеуметтік көмек ретінде көп балаладыларға жаңағы бір коробкаға керекті нәрселерді салып берді. Ол дұрыс емес. 4 баласы барға 4 каша, 4 бір түрлі нәрсені бергенше соның шотына аударып берсін деп талап қойдық. Ол нәрсе аударылып жатыр. Енді бір кісілер айтады, біздің шотымызға керек жоқ, бізге жаңағыдай коробкамен берсін. Барда коробкамен сатып ал да магазиннен. Жоқ, біздің халыққа былайынша қарасаң, әртүрлі жағы қиын. Бірақ Өзбекстанда ешқандай әлеуметтік көмек жоқ. Ешқандай әлеуметтік көмек жоқ. Баланы тудың ба, өзің үшін тудың. Бізде баланы қазір 1,5-нан 2 жасқа дейін баланың туған аналарға да жаңағы арай сайын несін беріп отыратын болды да. Біз жылда сөйтіп етіп жатыр. Бірақ қазіргі әйелдер тек бер, ол дұрыс емес. Мемлекеттен сұрағанша Алладан сұра, одан кейін өзіңе сену керек қой әр адам. Қазір үйде нан пісіретін, әне жерден үйде жаңағы бір нәрсе істейтін әйел жоқ қой, барлығы магазиннен сатып алғысы келеді. Жетпей жатса, нанды 2-ші сорт, 1-ші сорт или нанды сатып ал, ұнды сатып ал да үйден әдемілеп ашытып, балаларыңа пісіріп беріп отыр. Ондай жоқ ешкімде. Ешқандай ауылдың әйелдері қазір баяғыдағыдай нан пісіргісі келмейді. Біз үйтіп бәрін нәрсені мемлекеттің мойнына артып қойып, бұл дұрыс емес. Қалада отырған үйде жер үйі бар азаматтардың өзі бір 10 тауықты асырап, 10 тауықтан 10 жұмыртқаны күнде алып отыру керек қой. Мен үйімдегі өзім осы жерде жұмыс істейтін азаматтардың барлығына сөйтіп айтамын. Бұл 1 айлыққа болмайды. Мен мысалға өмір бақи неше түрлі нәрсеменен жұмыс істеген. Жалғыз 1 айлыққа қарап отыратын болсам, ол болмайды. Рашкүл апай, мынау қазіргі уақытта жастардың билікке араласуы жиілеп келе жатыр. Ол жуырда мына министрлердің қатары жас министрлермен толықты, өзіңізге белгілі. Бұдан бөлек мынау соңғы шақырылымда мына Шымкент қаласы мәслихатының өзіне бірқатар жас депутаттар келді. Дәл осы депутаттардың аяқ алысына қандай баға бересіз? Жалпы артылған үміт ақталды ма? Жалпы мына Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев енді жастарды алып келіп 30% жастар болу керек, әйелдер болу керек деп жатқандағы мақсаты солар бұрынғы депутаттардан үйреніп келешек қоғамға келетін солар ғой дегендей осы жастарды тартып үйренсін деген шығар енді біріншіден. Екіншіден, бұл 2 жылдың көлемінде жас депутаттарда мен жаңағы біреуінің бір осы жаңағы қалалық мәслихаттың бюджетіне басқасына бір шын жандар ашығанын бір 2-3 депутаттан көрдім. Басқасының барлығына, көпшілігіне бәрібір сияқты да. Сондықтан ойлаймын мен, мүмкін олар үйренейін деген шығар. Мысалы Талғат жаңа депутат болды. Ол Талғатпен қандай жұмыс істеп жатыр халықпен де жаңа мәслихатта. Басқа аттарын атамай қойын, басқа депутаттармен салыстырыңыздаршы. Басқа депутаттар мүлдем комиссияға келмейтін де депутаттар бар. Соған қарап ойлаймын да, не керегі бар оларға депутаттықтың? Не керегі бар ол депутат болып, ана жерден квотаменен келіп, еще ол егер жаңағындай мәселелерге қатыспайтын болса, онда өздерінің жұмысымен жүріп, онда халықтың депутат деп халық біз жаңағы бүткіл мына қалаға үміт артып отырғаннан кейін олар өздерінің жауапкершілігін сезіну керек деп ойлаймын да. Жақсы, енді жалпы мынау біздегі қазіргі қала басшысына деген пікіріңіз тура, бағаңыз оң, солай ма? Мен енді өз басым, өзімнің басым қаланың басшылығының істеп жатқан жұмысын көріп отырмын. Сыбайлас жемқорлық деп осы бүкіл жаңағы 30 жыл бойы тендер алатынның барлығы бір сыбайлас жемқорлыққа бітіп қалған сияқты сондай халықтың миында. Мен Әйтенов келгел, мен бірде-бір тиын сыбайлас жемқорлық берген емеспін. Осы Әйтеновке. Менен сұраған да емес. Одан кейін барып жаңағындай
анау Нұр Отанға бірдеме көмек или болмаса бір спортсмендерге бір жаңағы спонсор деген нәрсеге ұялғаныңнан бересің. Потому что мынандай 1% алып атпағаннан кейін мен ұялғанымнан анандай жаңа сұраған жерлеріне берем. Потому что ол спортсменге спонсор болып кетеді. Болмаса жаңа Нұр Отанның сыртын ішін ремонттауға кетеді деген сияқты да. Ол Құранда да жазылған ғой, мысалға неңнің бір несін халыққа көмек ретінде беруің керек. Мен мешітке бергім келмейді, мешітке беріп молдаларға сенбеймін. Сондықтан мен жаңағы халыққа көмектесем. Бірақ қазір жаңағы айтеніп ондай нағыз 39 жас, қазір 41-ге келді ме, қаншаға келді. Бірақ жастар осындай келу керек. Қандай күштер екенін білмеймін. Петиция жиналып жатыр деп Фейсбукта ашсаңыз сондай нәрсе болады. Ал бұл 3 жыл үйреніп, енді барлық нәрсені орнына қойып, енді барлығын халықпенен етене бүйтіп араласып жұмыс істеп жатқан кезде оны алып тастап басқа біреуді әкелесіз, ол тағы бір жарты жыл қаланы полностью аралап тағы үйренем, онымен танысам дегенше бір ең кемі жарты жыл келеді. Ол тағы да өзінің командасын ауыстырады. Сондықтан осы мен ойлаймын, жас оның үстіне осы әкімнен біз требовать етіп үйренуіміз керек. Требовать етуіміз керек. Рашкелевке бүгін уақыт бөліп сұхбатқа келісім бергенің үшін тағы да алғысымды білдіремін. Ары қарай енді айтып жатсыз ғой, зейнетке шықтым, демаламын деп. Осынша уақыт, ондаған жыл бойы, жылдар бойы мәслихат депутат ретінде қоғамға еңбек сіңіріп келдіңіз. Енді соның зейнетін көргіңіз дегім келеді. Рахмет. Ал енді құрметті көрермен, осымен біздің кезекті сұхбатымыз аяқталды. Бүгінде мына бірқатар маңызды деген сұрақтарға тоқталдық, жауабы алдық. Ендеше өздеріңізбен қоштасамыз. Парақшамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.